Армысына суықтым. Жоғарғы әлемнен, күн әлемінен, таң әлемінен деп па. Сәлемдеме, хабарлама. Жаным сол дейді, біз сені қатты жақсы көреміз, дұрыс жолдасың. Отбасылы болсаңыздар, отбасында барынша сені қолдап қорғаймыз, балаларына тіл көзден сақтаймыз, өзіңді де қолдап қорғаймыз, жебеп жасқаймыз дейді. Жалғыз бастылар болсам, жақында отбасылы боласың, отбасы сүю бақыты саған бұйырады дейді. Не дейді? Мынандай 15-ші көкелер шығып кетті ғой, бұлар не дейді? Ондайлар болды кетті дейді. Мынандай керісінше сақшылар қасында дейді, әулет сақшылары. Әулет сақшылары. Егер отбасылы ер азаматыңыз болса, бақытты боласыздар, Құдай қаласа, баршылықта, тоқшылықта, бүкіл аңсаған армандарыңызға жетесіздер, үй аңсап жүргендер үйлі боласыздар. Қандай арман тілектеріңіз бар да, дүние, мүлік, мал, тоқшылық, баршылық, Құдай әр қазағыма бұйырсын. Егер жалғыз басты болсаңыз, сонда мынандай керемет қара торы қазақтың қара домалақ жігіті, кішкентай қара домалақтарды көбейту үшін, ұрпақ жалғастыру үшін сіздің өміріңізге басып кіреді. Үй шаңырақ көтересіздер, той томалақ, кәдімгі ақ орамалды келін боп, ақ келіншек боп жүресіздер, Құдай қаласа. Қатты сіздер үшін міне күш сіздермен бірге, ұлы күштер, күн әлемі, қатты соны сіздер үшін Салтан рас айтады дейді. Сіздер үшін кәдімгідей арман тілеп отыр. Сіздер болса қашан береді, қашан мені ал деп тұр. Қашан емес, мені келеді. Құдай қаласа, ары кетсе 2 айда тойда кездесерміз деп па. Өмін тәңірлік Құдай өмін, айтқан. Бүкіл жақсы энергетикам, бүкіл рухым, бүкіл жалғыз бастыларды бастарың зеке болсын. Бүкіл сиқырды үйде жаңағыдай ұрысып керіскендердің бәрі татуласып, бір-бірлеріңізді жақсы көріп, мейірім шапағаттарыңыз ары-бері тассын. Мынандай жалғыздықтан құтылып, мынандай жаманшылықтардан құтылып,